Al endi bu tükü alдағы мереке не істейміз енді? Ой, осы мерекеден шаршап кеттік қой. Мереке деп. Мерекесі көп елдің берекесі болмайды деп. Қандай мереке? 8 наурызды айтып тұрсыз ба? Бүгін қай күні? Бүгін? Иә. 17 наурыздың халықаралық пятницасы. Сонда қалай болады? Сонда алда 8 наурыз алда болмасын да? Сонда ертең 16-сы, одан кейін ары 15-і болып кетем ба? Бала екен ғой, Сол 22 наурыз қандай күн? 22 наурыз. Среда? 8 наурыз қандай күн сонда? Ол да среда. Бәрін білем ғой. Сен аптасын айта бердің ғой. Мереке қандай даталы күн? Қандай мереке 8 наурыз? Мереке ма? Халықаралық әйелдер күні. Қыз келіншектердің мерекесі. Көктем келді, тағы да көктем келді. Күліп жүрек бәріміз көптен бері. Ал енді 22 наурыз сонда қандай мереке болады? Наурыз, жаңа жыл. Ақ мол болсын. Қайда барсаң жол болсын. Бізден тілек сол болсын, туысқандар. Сен агроном емес, әртіс ма десең? Өзім де сөйтіп ойлаймын. Бір әртіске ұқсатады. Осы жұмысты қоя салып, әртіс болып салым керек кетті. Өткенде 8 наурызда әйеліме концерт қойып бердім ба? Ішіме алып, Майлы қожаның термесін тепсініп тұрып билеп тұрып. Өзіңіз не істедіңіз 8 наурызда? Мен үйде болдым. Көрдіңіз, сол үлкен мереке. Соған Света қандай қуанды, осы мерекеде үйде болғаның деп. Қой бір шаны. Ал енді сол өзің айтпақшы, сол алда келатқан 22 наурызға дайындық қалай, не істейміз? Қалай дайындаламыз оны? Не істейміз оны? 2 киіз үй тігеміз. 2 қазан наурыз көже пісіреміз. 2 рет арқаны тартқызып береміз, болды ма? Ары қарай. Наурыз, жылы жел келді, ай, сармай. Кете бересіз сөйтіп. Болды, онда ет ненің бәрін дайында, сармай да, өзің айтпақ. Мен неге дайындау керек екен? Мен неге не? Жалғыз мен. Мен қарызым әлі біткен жоқ деп ойлайсыз ба? Қарызымдан былтыр құтылып қойған мен сізден. Екеуміз, біз деп айтсаңыз? Біз ба? Жалғыз мен... Келсе келіп ақылдасайық. Конторға. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Әлихан балам, сен менталды арифметикадан облыстық байқауға баратының білемісің? Иә. Біздің үмітімізді ақта, жоғардан көрін отыра қой. Сыныбымыз жылы екен, бәрі жақсы ойдағыдай. Сау болыңдар, балалар. Отырыңыздар. Балалар, дәптерлеріңізді ашыңдар. Дәптерге жазыңдар шығарма. Шығарманың тақырыбы менің арманым. Бастаңыздар. Мен біздің ауылда ең керемет, бұрын соңды болмаған Наурыз мерекесін өткенін қалар едім. Теледидардан көріп, әндерін тыңдап жүрген жұлдыздармен бетпе-бет жолығу тіпті керемет емес пе? Ал ең бастысы наурыз көже мен наурызға дайындалған ұлттық тағамдардың дәмін тату барлық балалардың арманы деп ойлаймын. Қасиетті де киелі мерекеде осы арманым орындалса екен деп тілеймін. Жынды ма? Сөйтіп маған қойып, наурызға дайындықтарыңыз қалай? Наурыз мерекесі қай жерде өтеді деп қояды да. Бетшік па? Иә. Оған не керек екен? Не керек оған? Оған ана бірдеңелерді сату керек. Бірдеңелерді өткізу керек адамдар жиналған жерге. Сол да ол. Сіз не дедіңіз оған? Мен айттым. Алло. Сәлеметсіз ба, Манжол Жоламанұлы? Бұл облыс әкімі. Ей, әкім мырза. Қалжыңдасатын орын емес бұл. Қалжыңдасыңыз келіп тұрса, 1 апрельде телефон соғыңыз, жарай ма? Енді ана тұрып бұны қойыңыз. Түсінбедім. Ол түсінесіз бе, түсінбейсіз бе, ол сіздің өзіңіздің проблемаңыз. Қойыңыз телефонды. Облыстың әкімімін деп айтты маған. Ол кім? Кім болады ол? Ол ана класстасын Давид Өтенұлы аудан әкімі.
Давид еті бар десемші. Болмайды уақытта қалжыңдасып та. Қалжыңдасқан уақытында. Әй, әбеке, сол расында да қалжың болмай. Әкім болса не істейсіз? Облыстың ба? Сен жындысың ба? Ол кісілердің аудан әкімінің не керегі бар оған? Ол қалай телефон соғады ауданның әкіміне? Ай, қайдам. Байқаңыз. Жеме қазір қайттан кімге Давидтің өзі телефон соғай қазір. Сіз қалжың тыңдай салайық, аяғына дейін. Ол Светаны сұрайды білем ғой мен оны. Қазір тыңдап. Алло. Иә, Давид Өтенұлы. Арма қарай қалжыңыздың аяғына дейін тыңдай салайын дедім да. Не деп жатырсың Аманжол? Қайдағы қалжың? Менде уақыт жоқ. Наурызға дайындық болып жатыр. Давай, жаз. Ойбай. Бұл емес телефон соққан. Білмейтін ол. Енді кім? Мүмкін облысқа телефон соғып көрер ме? Қалай маған бір облыстың әкімі телефон соға қалды да? Қалай? Айттым ғой сізге, байқаңыз деп. Алло, сәлематсыз ба? Сізді облыс әкімінің көмекшісі тыңдап тұр. Мен анау Бүлдірген ауылының әкімі едім. Әлгінде менімен облыс әкімі байланысты ма? Иә, қайтадан байланыстырам. Алло, сәлематсыз ба? Бұл Бүлдірген ауылының әкімі, я қателесіп жаңа кешіріңіз шатасып. Иә, сіз өзіңіз бір өте ерекше адам екенсіз. Әуелі Наурызға шақырып аласыз, артынан қалжыңдайсыз. Қатыңызды алдым. Мынадай үлкен шараға мен міндетті түрде қатысам. Сондықтан бәрі қаттағыдай болатын болсын. Жарай ма? Су әкеп берейін ба? Уакел. Гүлнар, ума, сума. Масқара. Не ол суға келейін ба? Облыс әкіміне менің атымдан біреу хат жазыпты. Запрос жасап, хатталдыр. Не деген екен? Масқара, оны кім жазған? Білмей ғой кім жазған. Ей, не деген адамдар, а? Давид бекен әлде. Ай, бұл не бұл? Көрекші. Міне, облыс әкіміне, Бүлдірген ауылының әкімі. Құрметті Сансызбай Мырзаханұлы, Бүлдірген ауылының әкімдігі сізді Наурыз 2017 Думан тойына шақырады. Облысыңызда бұрын соңды болмаған ауқымды іс-шараның қонағы болыңыз. Масқара. Наурыз тойының бағдарламасы төменде көрсетілген не дейді? Киіз үй тігу конкурсы, Наурыз көже пісіру конкурсы, қазақ эстрада жұлдыздарының концерті, Масқара. ат жарыс бәйге, ұлттық ойындар түрлері. Не мынау? Не мынау? Жина, Гүлнар, жина. Оны емес. Енді кімді? Адамдар жина. Ауылдың адамдарын жина. Ақылда сайық. Жарайды. Ой. Ойбай, әбеке, енді жылдағыдай екі киіз үй, екі қазан Наурыз көже, екі рет арқандардың дүгін болмайды маған енді. Болмайды. Кім ол менің атымнан? Қандай хайуан менің атымнан хат жазған, а? Кім ол? Байқамай өзіңіз жазып болған жақсы ба? Бұл мақтанатындарыңыз бар еді? Не жазсам да мен біледі, болмаса Гүлнар біледі. Гүлнар да білмей тұр ғой енді. Білсе айтар еді қазір. Кім жазды екен, а? Кім жазды? Міне, жағдай осылай болып тұр, ағайындар. Мына көп болып жұмылып, бір жағадан бір жеңнен қалай еді? Бір жағадан бас, жеңнен қол. Иә, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мына ситуациядан шықпасақ болмайды. Мінеки. Кім қайда? Маэстро қайда? Маэстроны көрдіңдер ме? Маэстро ауылда жоқ. Қалада жүр. Депрессияда.
Ертең келгесін өзің көресің депті. Неге сонша көңілдісің? Не тойлатып жүрсің? Мені қызым тастап кетті. Ля, Минор. Мені қызым тастап кеткен екен ғой айтпақшы. Аманжол аға, мүмкін Арманды шақырып, осы ұйымдастыру жұмысын соған тапсырамыз? Не дегенмен жас жігіт қой. Оған қоса таныстар да аз емес. Иә. О, міне. Иә. Ай, өзіміздің бала ғой. Өзінің қызмет істеген ауылы. Бір көмегін тигізетін шығар. Болмайды. Не, сонда жалынамыз ба? Ойбай, көмектесе көр. Жап-жас балаға. Әр қайсыларыңыз өздеріңіздің тірліктеріңізге мағын болыңыздар. Тапсырма сол. Шығамыз. Бара беріңіздер, босыздар, барыңыздар. Сегізінші наурызға не сыйлады? Ой, не сыйламады десеңші? Не сыйлады? Айтты. Күйеуім маған тортпен гүл сыйлады. Және жаным халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын деп открыткасымен сыйлады ғой. Мен бір ерекше бірдеңе сыйлаған екен десем, онша емес қой? Ойбай, айналайын-ау, неге мұрныңды бүйтіп шүйіресің? Саған Жүсіп не сыйлады ал? Жүсіп менің күніме. Сенің күнің емес, ол халықаралық әйелдер күні. Мейлі ғой, халықаралық әйелдер күніне керемет кухонный гарнитур сыйлады. Риза болып қалдым. Онша емес екен ғой. Ай, Сәуреш. Ау. Сенің анау Арманғайның келе жатыр, сен оның жақсы көретін тамақтарын дайындап қойдың ба? Иә, етімді асып қойдым, бауырсағымды пісіріп қойдым. Сен қазір барып балық аулап келсең, мен қуырып қоятын ем. Аян қара, оған ет асып бер, балық қуырып бер. Осы Арман келгенде ғана сондай тамақ жасайсың, басқа кезде неге сөйтіп балық қуырып ет аспаймыз, Ой, қойшы тегі, ет жемей жүрген адам құсап. Одан да бар анау мотоцикліңмен дүкенге барып кел. Бұл мотоцикл емес, бұл квадроцикл. Әй, Сәуреш, маған бір ой келіп тұр. Мен осы техникаңды шемішкеше жағам ғой. Содан? Есті ашпаймыз ба? Ақшаны астында қаламыз. Қай ақшаң ашасың? Несие алайық? Бітті. Есті керек емес маған. Маған кір машине керек. Бұл үйдің еркегі мен ба, жоқ сен ба? Есті ашамыз дедім ба, ашамыз. Болды. Ашақшы үсті. Барандағы квадроцикліңмен дүкенге барып кел. Жүрмейді ғой бұл. Тағы есті ашқын келе ма? Әйелдерсіз күніміз қызықты өтпейді. Жіберіп тұрсаң салонға дымың да кетпейді. Әйелімнің салонға барғаны құрсын. Маникюр мен макияжға айлығым жетпейді. Маникюр мен макияжға айлығым жетпейді. Әйелдердің фитнестен қолдары тимейді. Бір көйлекті әйелдер 2 рет кимейді. Әйелімді кейде тіпті қаттаяқ кетем. 100 көйлектің қайсың кейерім білмейді. 100 көйлектің қайсың кейерім білмейді. Қайын жұртың үйге келсе шағын той болады. Сүреттердің барлығын қазанға салады. Ал егерде үйге келсе менің туысым, картошкама макаронба қуыра салады. Картошкама макаронба қуыра салады. Сонымен Құттыбай ата, қымызыңызды нешеден бересіз? Ана, мен саған шынын айтайын. Айтыңыз. 80% су қосылған қымыз, ол енді 400 теңге. Ал 40% су қосылған қымыз, ол 60 теңге. 600 теңге. 600 теңге. Жақсы. Ал енді таза қымыз? Таза қымыз жоқ енді. Жоқ па? Жоқ. Онда былай қылайық. Ана 80% су қосылған қымыздан алайын мен 60 литр. Ал ана 40% су қосылған қымыздан 30 литр алайын.
Бірақ 10 теңге түссеңіз. Келісесіз бе? Қалай? Жүрайды енді. Жақсы келістік. Бірақ сен осы қымызды Құттыбай атаның өз қолынан алдым деп елге айтып жүретін бол. Болды. Айтамын ғой. Керек десеңіз, менің сыртына Мадейін Құттыбай деп жазып қоямын. Қалай? Жарайды. Болды. Келістік. Әңгіме. Келістік. Ай, Зәуре! Зәуре! Не болды? Ау! Есті шақшы, көріп отырсың ғой, мен қолымнан бәрі келеді. Түу! 3 жыл ана мотоциклін жөндедің. Енді міне біреу квадроцикл тұр. Үйді күзеткен ит құсап, бір жүргенін көрмедік қой осының. Мен бұны әдейі жөндемей жүрмін ғой. Бұны жөндеп тастасам, мен одан кейін нені жөндеймін? Әйтпесе бұл оталады, қазір мен саған көрсетейін. Міне, қара. Ей! Зәң! Ей, оталады! Зәуре! Ей! Не болды, ей? Не болды, квадроциклің өзің сияқты қартай қапма? Ой, дауыстарыңыз деген Алматыға дейін естіліп жатыр ғой. Арманжан, кеп қалдың ба? О, мынау не? Ой, осы квадроциклмен ағаң сенің алдыңдан шығып күтіп алатын болады. Арман, Алтынай екеуің араларыңда не болып жатыр? Ештеңе, бәрі жақсы. Онда неге ана инстаграмына «Я так одиноко» деп жазып қойған? Сіздер инстаграмда барсыздар ма? Бала, сен ол жерде талай суретіңді көрдік қой біз, темекі шегіп отырған кафеде. Ол темекі емес, кальян ғой аға. Мен... Бәрі бір түтін емес пе? Жоқ, ол мен емес, досым маған ұқсайтын. Сен ана Алтынайды ренжітпе. Ұқтың ба? Әке-шешеңді немере сүю керек қой тезірек. Ой, аға, көре жатармыз. Немене көре жатасың? Қызым, ой, алтыным, аман есен жеттің. Ай, қазір ғана осы бүлдірген ауылының ауырай жайлап тұрғын. Әкең мінезі ғой сенің. Ай, ана инстаграмада сен «Я так одиноко» деп жазыпсың ғой. Одиноко болатындай сенің әкең, шешең жоқ па не? Оны қайдан білесіз? Сіз де инстаграмға қосылғансыз ба не? Біздің ауылдың өсекшілері грамм емес, инста килограмм ғой. Ай, әлде Арман екеуің ренжіп қалдыңдар ма? Жоқ. Әкең айтайық, жының қағып алсын. Жүр, шай ішейік. Жүр, ау. Қам кеттім ғой сіздер. Жүр. Біздің ауылдағы Наурызға облыстың әкімі келетін естідің бе? Анау Ләззат пен Жәмилені айтып жүрген. Рас па? Келетін бопты. Қой? Мен саған оқиғасын айтып берейін оның. Біздің әкім Аманжол. Ие. Премьер-министрмен жақсы екен ғой. Жақсы араласады екен. Осы жерің өтірік шығар еді. Премьер-министрмен. Ол шын. Бұл өтірік әңгіме емес ей. Шын айтам. Сол әкім кімге айтқан ғой? Премьер-министрге. Ие. Осылай біздің Наурызға облыстың әкімін жібер деген ғой. Анау, қатыссын деп бір ауыз сөзге келмепті ғой, жарайды депті. Ана Аманжол мықты авторитет. Әкімшілікте тапжылмай 20 жыл отыр. Енді соның арқасы ғой бәрі. Анау кімнің Светаның шалқып жүрген. Қалайсыңдар, қыздар? Қалайсың не? Қалайсың, қалайсың өзің? Не жаңалық? Еш жаңалық жоқ, тыныштық. Осы сендер тыныш отырғанның өзі бір жаңалық қой. Ойбай, не бопты? Осы сендер осы отырып алып таңнан кешкеннен әңгіме соғасыңдар, Лөчік, біз сөйлесеміз бе, әңгімелесеміз бе, саған не керек? Тыңдасайшы. Одан да әрқайсың әр жерде отырып әңгіме соқпайсыңдар ма? Қайтып? Не қыл дейді? Әр жақты дейді. Мен саған көрсетейін кәсіп отанды. Мынаны ұста. Ұстады қал. Мә, сен мынаны ұста. Мына кел. Мынаны білесің бе не екен? Не істейміз бұны? Мынаны рация дейді. Мұнымен сен алыста отырып, керек десең 1000 шақырым отырсаң да, бір-бірімен отырып сөйлесіп отыра бересіңдер. Күшті рахат қой. Күшті ғой. Үйдегі шаруаңды бітіре бересің. Бір жағынан әңгімең соға бересің. Қадиша? Қанша тұрды енді бұның?
Алсам ғой енді. Нақты айтсаңшы, летчик. Сендерге түсіріп берем ғой енді. Енді қанша тұрады? Қанша? 12.000 теңге. Ойбай, қымбат қой, рахмет. Түсірсеңші, летчик түсірсеңші. Жарайды енді, мә. 11.990 теңгеге алыңдаршы. Летчик, бізде есеп білмейтін ақымақ деп ойлайсың ба? 10 теңге түскенің не? Алмаймыз баршы. Рахмет. Жүрің емес. Ойланыңдар. Алмаймыз дейміз. Летчик, рахмет. Біз осылай сөйлесеміз бір-біріміз бетімізге қарап. Таза ауада, табиғаттың аясында. Қыздар, мүмкін рассрочкаға. Алмаймыз деймін, рахмет. Барша, летчик, барша. Şimdi соны Сондықтан еш жерде, еш қашан болмаған Наурыз мерекесі бізде болу керек. Ең басты мәселе осы. Сіздің бұл мәселеңіз менің жүрегімде болып жатқан мәселенің қасында түк те емес қой. Ей, ауылдың мәселесінен басқа қандай жүрек ол? Айтыңызшы, летчик аға. Ол мекеннің менімен кездескеніне қарсы болып жүр. Сол үшін менде депрессия. Депрессия деп. Мына ертең облыс әкімі келгенде Наурыз мерекесі өз дәрежесінде болмаса, міне бүкіл ауыл депрессияға ұшырайды. Ал мен сол кезде репрессияға ұшыраймын. Мен жаңғыз кетпеймін, сен ала кетем, білдің бе? Депрессия деп бір деген. Бұлай, тыңдаңдар. Мынау ертең өткізейікші. Наурыз мерекесін жабылып өткізейікші әдемілеп. Содан кейін мұны летчиктің қызы ма? Иә. Сонда ма жүрегін ауыртып жүрген? Иә. Сосын өзім летчикпен сөйлесем. Наурыз мерекесі өтсін, сосын сөйлесем. Ауылдың әкімімін ғой мен әзірше. Болды аға, рахмет аға. Мен бүгіннен бастап кірсем. Бүгін емес, сен кеше кірсуің керек еді ғой. Кеш болып отырды бәрі. Түсіндім. Аманжол Жоламан. Біз мынау облыс көлеміндегі үлкен шара болғаннан кейін басқа ауылдардан киіз үйлерді алдыртайық, одан кейін мынау бишілерді шақыртайық деген сияқты. Сол бүкіл бағдарламаның бәрін ұйымдастырайық. Одан кейін мынау инвесторларды тартайық. Олар ауылдың мәдени өміріне атсалысуы керек. Бір жылда бір болатын үлкен шара. Оның үстіне облыс көлемінде, облыс басшылығы келейін деп жатыр. Сол мәселелерді қарастыру керек негізі. Жоқ, оны жаңа факспен алдырдық қой менің қатымды. Менің қатым болып тұрғанды бұл. Ішінен параметрлеріне дейін көрсеткен ғой. Қанша киіз үй тігу керек, арқалары қанша метр болу керек. Ұлттық ойындардың, қарашы, ұлттық ойындардың қандай түрлері болу керек. Ой, бұрмай. Қандай ұятсыз жазып жүр, оңбаған ғой, мына оңбаған ғой. Басымызға үлкен жүк артып қойып. Жоқ, Аманжол аға, бұл басты мәселе емес. Қазір мынаны ойласайық. Қазір ойлаймын, инвесторлар бар, біздің аудандағы киіз үйлер бар. Бір киіз үй жетпейтін сияқты негізі бар ғой. Өйткені бір киіз үй жетпейді деймін. Оны қайттар. Бел, ұстағанларды. Вот солардың мойнына іліп қой көрді, киіз үйді. Ұста, тоқтат. Ей, қираш-мираштар. Бизнестерің мені басты қатырмаңдар сендер. Киіз үй тігіңдер. Мынау конкурс жаралап жатырмыз ең үздік киіз үйге. Инвесторлар ақша тігіп жатыр. 500.000 теңге жоғарғысы. Ой, миллионер боламыз десе, Қайраш. Қаяқтағы миллионер, 500.000 теңге деп тұр ғой, жындысың ба? Менің жинақ болған 500.000 теңгем бар да, сол екен қосқанда 1 миллион болады ғой. Ана 500.000 теңгені бөлісетімізді ұмытпа, Сейкош. Қираш-мираш. Сендер бірінші орын алып қалған адам құса сөйлеп тұрсыңдар ғой? Бірінші киіз үйлерін тігіп алсыңдаршы. Жарай ма? Содан кейін жаман машинаңды әкімдіктің алда жөндемей, құртынайға. Тура бір жарықтықта, тура осы жерге бұзылғанын айтам да бұның да. Құртындар, дос. Не ғой, көке болмаса итерісші бересіздер ма? Ойбай. Оңбағандар. Бір рет, бір ашадан жылы жерде отырып амайы. 500.000-ді мен алат адамсың. Дұрыс те солайды. Ей, беркендер бәрі. Ой, көбейттер дейді. Ақыры жұмыстарың жоқ. Қолдарың бос. Бұлай істеңдер. Ертең Наурыз тойда музыкамен
концерт жүргізіп отырмын. Сол үшін аппаратураларын табыңдар, түгелдеңдер, іздеңдер. Ой, аға, оған уақыт жоқ қой бізде. Біз бәйгеге қатысайын деп отырмық қой. Алло, Баха, братан. Срочно 6 киловатт колонкалар керек болып тұр ғой. Я, аппараттармен. Бол, қазір алып кетеміз, брат. Все, болды, келіңдер дейді. Бәйге осы болайын деп тұр бізге. Кеттіге. Ассалаумағалейкум, Әлихан. Қалайсың? Уағалейкум ассалам. Ой, айналайын. Сен өзі бір өте мәдениетті, тәртіпті бала екенсің, ә? Менің атым Қыдыр. Қыдыр ата, сіз менің есімді қайдан білесіз? Интернет тұрғанда қалжыңдайым. Өзің бүгін бір көңіл күйің болмай тұр. Адамның қолынан келмейтін нәрсені ойлап жүрген ғой. Адамның қолынан келмей ма? Мүмкін саған гироскутер керек шығар. Ол не? Ал керек болса. Компьютер. Планшет. Телефон. Онда саған велосипед. Таптың ба? Таппадың ба? Онда саған сен ақылды баласың ғой. Сенің мамаңа норковый шуба. Шубаны әкем өзі алып береді. Ал керек болса. Енді істейміз. Жоқ ата, мен ауылда әдемі наурыз тойы өткен қалаймын. Сен наурыз тойдың әдемі өткенін қалайсың ғой. Онда әкел қолды. Сенің ауылыңда бұрын соңды болмаған бір керемет наурыз мерекесі өтеді. Келістік қой. Қой ше, бұл жай ғана түс емес па? Мен қайтып оянғанда сіз жоқ болып кетесіз. Солай ма? Құрметті бер жақын келіңіздерші, жақын. Құрмет. Бір қадам шамал ары бір қадам. Енді болды. Құрметті ауыл тұрғындары. 22-ші наурыз күні ауыл әкімдігі менен инвесторлар бірігіп наурыз тойын ұйымдастырып отыр. Сол наурыз тойында ең үздік киіз үй конкурсын жариялаймыз. 3-ші орынға 150 мың теңге, 2-ші орынға 250 мың теңге, ал 1-ші орынға 500 мың теңге. Сондықтан да наурыз тойына қатысып, конкурсқа қатысыңыздар. Үйлеріңізді әдемілеп тегіңіздер. Не болды? Бизнестің шаруасы бітті ма? Енді киіз үйлермен қырыламыз енді. Сендер ма? Киіз үй тігетін? Қой. Сен киіз үй тіге аласың ғой, а? Жоқ, сен тіге алмайсың ба не? Жоқ.